Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, иммунитетті көтеретін, жалпы ағзаға қажетті витаминдер мен антиоксиданттардың және де микроэлементтердің көзі болып табылатын осындай кереметтей паста, Амосов пастасын дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, осындай пастаны бірге жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Қажетті заттар олар сары өрік, қара өрік және де қара мейіз. Сонымен қатар осындай құрма қажет болады, және де жаңғақ, грек жаңғағы және де асқабақтың дәнегі. Сонымен қатар лимонды да қосуды ұмытпаңыздар. Лимон бізге ағзаға түскен темірдің сіңуі үшін міндетті түрде қажет болады. Лимонның ашты дәмін кетіру үшін жақсылап жуып, ыстық суға салып қоямыз. Барлық құрғақ жемістерімізді бірнеше рет жақсылап суы тазарғанша жақсылап жуып, тазалап, ыдыстарымызға салып дайындап аламыз. Жалпы кез келген құрғақ жемісті алған кезде міндетті түрде осылай жууға кеңес беремін. Себебі байқасаңыздар, алғашқы жуған сулары өте қатты кір болып шығады. Сол себепті құрғақ жемістерді міндетті түрде жуып қолданыңыздар. Барлығын жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін майлықтың үстіне сары өрігімізді, қара өрігімізді және де қара мейізімізді осылай жақсылап жайып, кемінде 1-1,5 сағат шамасында құрғатып кептіріп алатын боламыз. Ал асқабақтың дәні мен грек жаңғағын пергамент қағазы төселінген противнімізге салып, қызып тұрған пеште 7-8 минуттай салып кептіріп аламыз. Біздің градусымыз 100-120 градус шамасында болу керек. Қатты күйдіріп, ұзақ ұстап жібермеңіздер, шамалы ғана құрғап шықса жеткілікті болады. Және де пешіңіздің градусын төмен қоюды ұмытпаңыз. Шамамен 100-120 градус арасына қойсаңыздар болады. Ал құрмамызды жуып бола салысымен бірден осылай сүйегінен ажыратып аламыз. Сүйегі бізге қажет емес, тек осылай жұмсақ бөлігін алып қаламыз. Лимонымызды судан шығарып, жақсылап сүртіп аламыз. Ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы етіп, кішірек формада турап аламыз. Ортасындағы дәндері қышқыл дәм беретін болғандықтан оларды алып тастаймыз. Жұқа етіп турап аламыз. Ең бірінші ет тартқыштан қара өрігімізді өткізіп аламыз. Одан кейін қара мейізімізді өткіземіз. Мейізден кейін құрмамызды өткіземіз. Содан кейін асқабақтың дәнін өткіземіз. Артынан сары өрігімізді өткіземіз. Егер ет тартқыш болмаған жағдайда блендердің көмегімен естеңіз де болады. Мінекей сары өрігімізді өткізіп алдық. Енді кезекте грек жаңғағы. Грек жаңғағында дәл солай осылай ет тартқыштан өткіземіз. Артынан лимонымызды өткіземіз. Лимонды тураған кезде өте майда етіп турауға тырысыңыздар. Сонда ет тартқыштан жақсы әрі тез өтетін болады. Осылай барлық қоспаларымызды өткізіп алғаннан кейін үстіне табиғи бал қосатын боламыз. Осындай міндетті түрде табиғи бал болуы қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің пастамыз дайын. Құрметті көрермендерім, барлық қажетті заттардың мөлшерін және тізімін описание бөлімінде қалдырып кеттім. Бұл қоспаға негізінде инжирді қосып жіберсеңіз, тіптім керемет болады. Менде инжир болмады. Егер болған жағдайда инжирді де қосып жіберуді ұмытпаңыздар. Өте керемет болып шығады. Егер көптеу мөлшерде жасайтын болсаңыз, дәл осы қоспаны 2 есе қылып көбейтіп жасай бересіздер. Бұл пастаны кез келген ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойып сақтасаңыздар болады. Мен осындай шыны ыдыстарға салып сақтап, сонымен қолдандым. Пастаны үлкендерге де, балдарға да қолдануға болады. Күніне 3 мезгіл 1 шай қасықтан ішіп отырсаңыздар, нәтижесін өздеріңіз көретін боласыздар. Тек осы қандай да бір құрамға, қандай да бір аллергиясы, қарсы көрсеткіші бар адамдарға қолдануға болмайды. Және де бұл пастаны егер дүкеннен сатып алатын болсаңыз, құрамына не қосылған және қалай жасалғанын білмейтін болғандықтан, өзіңіз үйде осылай жасағаныңыз сенімдірек болады, әрі жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Егер видео қандай да бір пайдасын тигізіп жатса, және де басқа да жандардың осы видеоны көруін қолдап жатсаңыз, каналымдағы астында тұрған подписаться батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.